Сәлеметсіздер ме, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Ақсу-Жабағылы қорығы тақырыбын жалғастырамыз. Здравствуйте, уважаемые ученики 5 классов. Начинаем урок казахского языка. Продолжаем тему «Заповедник Ақсу-Жабағылы». Жаңа сөздерді еске түсірейік. Көрікті, красивый. Таудың етегінде у подножия горы, ұсынумен с предложением, жоғары бағалау высоко оценить, марапаттау награждение, жазық плоский, шың вершина, сарқырама водопад, аспанмен таласады спорить с небом, аң аулау охотиться. Мы работаем со страницами от 116 до 118. Оқулықтың 80-ші беттермен жұмыс жасаймыз. На прошлом уроке мы читали текст на странице 117, третье задание. 117-ші беттегі 3-ші тапсырма бойынша жұмыс жасадық, мәтінді оқыдық, аудардық, тыңдадық. Этот текст нужен для того, чтобы выполнить следующее задание. Ал енді оқулықтың 118-ші бетіндегі 6-ші тапсырмасына қараймыз. 118-я страница, 6-е задание. Төмендегі сұрақтарға жауап жаз. Нужно записать ответы на данные вопросы в тетради. Открываем тетрадь, записываем сегодняшнее число, тему урока, 6-е задание. Бұл тапсырманы дәптерде жазып орындаймыз. Первый вопрос. Ақсу-Жабағылы қорығы қайда орналасқан? Где расположен заповедник Ақсу-Жабағылы? Смотрим в тексте, где же расположен заповедник. Қорық Талас алатауының етегінде орналасқан. Заповедник находится у подножия гор Таласского Алатау. Второй вопрос. Қорық қай жылы құрылған? Открываем текст, смотрим. В каком году был основан заповедник? Третье предложение читаем. Бұл қорық 1926 жылы құрылған. Заповедник был основан, был открыт в 1926 году. Третий вопрос. Қорық кімнің ұсынуымен құрылған? Чьего предложения был открыт заповедник? Читаем третье предложение. Бұл қорық 1926 жылы мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың ұсынуымен құрылған. Этот заповедник был основан в 1926 году с предложения государственного деятеля Тұрара Рысқұлова. Соңғы сұрақ, 4-ші сұрақ. Қорықта нелер қорғалады? Что защищается в этом заповеднике? Или что берется под охрану в этом заповеднике? Смотрим в текст. 4-е предложение. Қорықта аң, құс, шөп, гүлдер қорғалады. В заповеднике взяты под охрану хищники, птицы, растения и цветы. Вот эти ответы выписываем из текста, 3-е задание. Работаем в тетради. Есте сақта, запомните, ребята, Қазақстанның көрікті жерлерінің бірі Ақсу-Жабағылы қорығы. Одно из красивейших мест Казахстана – заповедник Ақсу-Жабағылы. Қорық Талас алатауының етегінде орналасқан. Заповедник находится у подножия гор Таласского Алатау. На этом урок заканчивается. Я жду ваше домашнее задание. Осымен сабағымыз аяқталады. Келесі кездескенше сау, саламатты болыңыздар.